Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Назарбаевты бәріміз жек көреміз, бірақ ол сұмырай болса да, қазақтың барлық варларын билігін сақтау үшін сындырып тастаған еді. Енді шалдың кетісімен олар қайта түрмеден шыға бастапты. Қазақстандық заң ұры Серік Галова 14 жыл бұрын жоғалып кеткен журналистің өлімін мойындады. Қазақстандағы колонияда 19 жыл жазасын өтеп жатқан Серік Галова және Башка деген лақап аты бар заң ұры Серік Жаманаев 2007 жылы «Закон и правосудие» газетінің тілшісі Оралғайша Омаршанованы өлтіргенін мойындады. Бұл туралы «Время» газеті өз ақпарат көздеріне сілтеме жасап хабарлайды. Сонымен қатар, ол 14 жыл бұрын жоғалып кеткен Ботбаев есімді қарсыластарының бірін өлтіргенін мойындады. «Время» газетінің дерек көздерінің хабарлауынша, Жаманаев тергеумен ынтымақтасуға 2021 жылдың көктемінде ол әлі түрмеде отырған кезде келіскен. 14 жылдан кейін мойындау заңдағы ұры соңғы сатыдағы бауыр обыры диагнозы қойылғаннан кейін дінге бет бұрғанымен түсіндіріледі. Қаза болған екі адамның да мәйіттері 2021 жылдың шілде айында Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылы маңындағы тау бөктерінен табылған. Жаманаевтың өзі тергеу эксперименті кезінде жерленген жерді көрсеткен. «Закон и правосудие» газетінің тілшісі Оралғайша Омаршанова жемқорлық, ішкі істер министрлігі жүйесіндегі кемшіліктер, атышулы қылмыстық істер туралы жазған. 2007 жылдың 30 наурызында журналист куәгерлер көрген қара көлікке мініп жоғалып кеткен. Марқұмның туыстарының айтуынша, Омаршанова жоғалғанға дейін бірнеше қылмыстық істің ізін зерттеп, Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Серік өзі қайдан шықты? 90-шы жылдардың ортасында Сочиде Серік Галова коронациядан өтті. Серікті Михаилдың өзі, мүмкін ресейлік бандиттердің арасындағы ең беделді Галоваға қамқорлық жасағанын айтады. Салтанатты шараға барлығы 40 қылмыстық іс қатысты. Қазақстанның оңтүстік өңірі Тараз, Шымкент, Алматы, Шу алқабынан марихуана, кейінірек Тәжікстан мен Ауғанстаннан апиын мен героин жеткізілетін негізгі есірткі транзиттік дәлізі жаңа заң ұрының иелігіне берілді. 2002 жылы маусымда алматылық полицейлер Галованы есірткімен ұстады. Сот оны 3 жыл 3 айға бас бостандығынан айырды. Алматылық орталықтан заң ұры Қостанайға кезең-кезеңмен жіберілді. Содан кейін Серік Галова коронадан бас тартты деген ақпарат болды. Басшының тәжбен қоштасуға дайын екендігі алдағы кезеңге дейін ішкі істер министрлігінің қапталында айтылды. Шамасы бұл жедел ақпарат болды. Жолсерік өз патшасына наразы. Бірақ бас тарту Қостанай колониясында болды. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Петр Посмаков сұхбатында, Қазақстанда заң ұрылары бар. Солардың бірі бас деген лақап аты бар Серік Жаманаев таяуда ғана атағынан бас тартып, сотталғандардың профилактикасы жөніндегі кеңеске кірді. Бұл туралы ол арыз жазды. Әкімшіліктің барлық талаптарын орындауға міндеттенді. Отбасы бар екенін есіне алды. Круиз асығыс болды. Колониялар мен изоляторлар үшін күресте, олар кімге тиесілі болуы керек? Әділет министрлігіне немесе ішкі істер министрлігіне ауыр құмарлықтар өршіп кетті. Бұрынғы әріптестерін колониялардағы тәртіпті қалпына келтіре алмағаны үшін кінәлап, бұласывшылар деп атады. Соңғы уақытта тұтқындардың жаппай наразылығы мен өзін-өзі өлтіру әрекеттері дәлел ретінде келтірілді. Сонымен қатар олар тергеу изоляторына құмар. Олар өз кезегінде бұл наразылықтарды Серік бастықты кереуетке жіберумен түсіндірді. Бір кездері Галова бостандықта, содан кейін тергеу изоляторында болған кезде әкімшілікке қатты қарсылық білдіруге тырысып, біздің мекемелерге парақшалар жіберіп, сотталғандарды бағынбауға шақырып, үгіт-насихат жүргізген деді Посмаков сол сұхбатында. Малиява не істеу керек деген нақты нұсқаулармен келді. Сондықтан басты сындыру принципті маңызды болды. Біріншіден, колонияларды тыныштандыру. Екіншіден, ішкі істер министрлігіне мұндай дәрежедегі қылмыскерлермен қалай жұмыс істеу керектігін дәлелдеу. Ал күйеушілер сәтті болды. Қылмыстық генералдың түрме едендерін қалай жуғаны жазылған видео таспа көшіріліп, Қазақстанның барлық колонияларына жіберілді. Киноны бүкіл қылмыстық топ тамашалады. Ал көрерменге бұл фильм ұнамады. Дәлірек айтсақ, басты кейіпкердің рөлі. Заң ұрының мерзімінен кейін түрмеде болған оқиғаның бәрі жай ғана фарс болып шықты. Серік Галова бұрынғы атын қайтарып алып, Қазақстанның қылмыстық әлемінде қайтадан маңызды рөл атқара бастады. Ол тағы бірнеше рет ұсталып, түрмеге жабылды. 2012 жылы Серік Галова қатаң режимдегі колониядағы тәртіпсіздіктер бойынша негізгі айыпталушылардың бірі болды. Іске 14 адам қатысты. Олар 2011 жылдың сәуірінде Ұлыбританияның 161 колониясында өзін-өзі өлтіру туралы жаппай акт жасады деп айыпталған. Тұтқындар арқаларына менің өлімім үшін әкімшілікті айыптаңдар, деп жазды.
Олардың айтуынша, бұл режимді мекеме қызметкерлерінің қудалауына қарсылық акциясы болған. Тергеушілердің айтуынша, тәртіпсіздіктерге себепші болған Жаманаев, ол өзін-өзі жарақаттау әрекеті кезінде арқалық Қ-161-де болған. Айыптау қорытындысына сәйкес, ол тәртіпсіздіктерді ұялы телефон арқылы басқарған. Бұл үшін заңдағы ұры 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Серік Галова қазір бостандықта жүр. Ұсталған серікбастың видеосын көрсетті. Кадрларда тінту барысында 2 калашников автоматы, 6 тапанша, 2 граната, кесілген шолақ мылтық, 4 аңшы мылтық, 4 қанжар және оқ өтпейтін жилет тәркіленгені айтылады. Ұсталған криминалдық авторитет Серік Жаманаевпен түсірілген видеоны Құр ұлттық қауіпсіздік комитеті көрсетті. Бұрын хабарланғандай, 1 ақпанда ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер министрлігімен бірлесіп жүргізген арнайы операция аясында заңды ұры Серік Жаманаев, қылмыстық лақабаты Серік басшы, басқарды деген ұйымдасқан қылмыстық топтың іс-әрекетінің жолы кесілді. Барлығы 11 адам ұсталды, 6-ы қамауға алынды. Қалғандарына басқа да алдын алу шаралары жүргізілді. Ұсталған қылмыскердің бейнежазбасын ұсынды. Кадрларда тінту барысында 2 калашников автоматы, 6 тапанша, 2 граната, кесілген шолақ мылтық, 4 аңшы мылтық, 4 қанжар және оқ өтпейтін жилет тәркіленгені айтылады. Сонымен қатар, ірі көлемдегі ақша табылды. 21,5 мың доллар, 6,3 мың. Серік басшының есірткі жеткізуді ұйымдастырып, Қазақстанның оңтүстігінде Тараз, Шымкент және Алматыда Башка ұйымдасқан қылмыстық тобын басқарғаны белгілі болды. Қазақстанның барлық дерлік тасымалына бақылау жасады. Ол 2002 жылы арнайы операция кезінде тұтқындалған. Одан кейін Жаманаев Алматы облысының криминалдық органдарымен келіссөздер жүргізу үшін келген. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес арнайы бөлімшесінің қызметкерлері ұстау операциясын жүргізді. Галованың қасында есірткі мен оқ-дәрі болған, оны сақтаған үшін 3 жылға сотталған. Осы кезде колонияларда тұтқындардың толқулары басталды. Хабарланғандай, сотталғандар Жаманаевтың тұтқындалуын айыптау белгісі ретінде іштерін кесіп тастаған. 2009 жылы Галова журналист ұрлау ісі бойынша күдікті болған. Жаманаев Алматы облысының тауларында борсық аулап жүрген жерінде ұсталды. Ер адам полицияға қарулы қарсылық көрсетпек болған. Оны ұстауға Арлан жауынгерлері келген. Ұстау кезінде Жаманаевтан героин тәркіленді, бірақ олар журналистің ұрлауға қатысы барын дәлелдей алмай, есірткі сақтаған үшін тағы да сотталды. Жазасын Арқалық қаласындағы аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түрмеде өтеуге жіберілді. Сот құжаттарына сәйкес, 2012 жылдың наурыз айында Серік Галова мен оның сыбайластары тәртіпсіздік жасады деп айыпталған. Анықталғандай, 2011 жылдың 5 наурызы мен 25 наурызы аралығында Жаманаев Арқалық қаласындағы Т1 абақтысында жазасын өтеу кезінде ұялы телефон арқылы Сүйіндіков мен байланысқа шығып, оған нұсқау берген. Түрме режимін әлсірету туралы. Сосын сыбайластарымен бірге өздеріне дене жарақатын салған. Олар денеге әртүрлі кескіш заттармен, менің өліміме әкімшілік кінәлі деген сөйлемді және оның әртүрлі нұсқаларын ойып алған. Сот талқылауы барысында түзеу колониясы қызметкерлерінің әрекетінен заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Жаманаевты ерекше режимдегі түзеу колониясында өтеу үшін 6 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылды. Оның сыбайласы Мақсат Сүйіндіков 5 жыл 6 айға сотталды. Сот олардың әрекетін аса қауіпті рецидив деп таныды. Жазасын өтеген соң Серік басты бостандыққа шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер министрлігімен бірлесе отырып, заң ұры деп аталатын Серік Жаманаев, қылмыстық лақабаты Серік басшы, басқарған ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты делінген ресми хабарламада. Онымен бірге қылмыстық ортаның тағы 6 өкілі ұсталды. Оларға да 2 айға қамауға алу түріндегі санкция берілді. Олар күш қолдану арқылы ауыр және аса ауыр қылмыс жасады деген күдікке ілінген.